2008 жылы дүние жүзіндегі газеттер планетаға соғылғалы тұрған метеорит туралы жазды. Метеорит бірнеше сағат бойы жерге жақындағаннан кейін Лондонның кішкентай Пекхем ауданындағы саябаққа тоқтағанға дейін оның қайда қонатынын ешкім нақты білмеді. Бақытымызға орай, ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ Боб деген атпен белгілі Роберт Кеннер есімді пошташы басынан соққы алды, соққыдан өрт шықты. Ол қалай болғанда да аман қалды. Бірақ метеорит Бобтың денесінде реакция тудырып, оған керемет күштер берді. Супермен сияқты ол ұша алады. Өте күшті және көзінен лазер сәулелерін түсіре алады. Үміт пен қауіптің көзі ретінде Ұлыбританияның қорғаныс министрлігі Бобты жаттығуға шақырды және бір жылдан кейін ол әлемдегі алғашқы нағыз супер қаһарман болды. Супер Боб деген атпен белгілі кейіпкер қалыпты өмір сүру үшін арнайы үкіметтік миссияларға аттанады. Тағы 6 жыл өтеді. Ал қорғаныс министрлігінің басшысы Тереза деректі фильм түсіру үшін Джон бастаған экипажды жалдайды. Мақсат супер Бобтың адамдық қырын көрсету, оның қауіпті емес екенін және жақсы жаққа апаратын жол болуы мүмкін екенін дәлелдеу әлем. Содан кейін Джон Бобтың үйіне барады және әйгілі супер қаһарман Пекхемдегі қарапайым үйде тұрады. Шындық мынада, оның қабілеттеріне қарамастан, Боб шектеулі интеллектке ие және оның тұйық және эксцентрик мінез-құлқы адамдарды алшақтатады. Қарттар үйінде тұратын анасы Петтен басқа, Бобтың жалғыз серіктері Колумбиядан келген тазалаушы Дорис және оның жеке күзетшісі Барри. Дегенмен, Джон және оның командасы деректі фильммен жұмыс істеуді жалғастыруда және алдағы бірнеше күнде олар бүкіл Бобты түсіреді. Оның күнделікті жұмысы түсірілім кезінде топ аудан тұрғындарының кейіпкерді байыппен қабылдамайтынын анықтады. Олардың көпшілігі оны кейіпкер ретінде көреді, қоғамға қауіп төндіреді. Басқалары оның аңғалдығын пайдаланып, оны жақсылық жасауға, соның ішінде банкте кезекте тұрған ханымдарға орын алуға мәжбүрлейді. Осының бәріне қарамастан, Боб жақсылық жасауды жалғастыруда. Ол ер адам және әлемді құтқарады. Бірақ оның жанында әлі де серіктесі жоқ. Алайда, көп ұзамай бәрі өзгереді. Өйткені ол Джун есімді тамаша кітапханашымен кездесті. Шамасы, ол супер Бобты жақсы көретін жалғыз адам және кітапханаға кіріп, әңгіме бастауға бірнеше әрекеттен кейін олар ақыры бүгінгі күнді белгіледі. Боб бұған әрең сенеді және ол үлкен күнге дайындалып жатыр. Бірақ ол мүмкін болатын ең жарамсыз киімді таңдайды. Бақытымызға орай, Дорис мұны тез байқайды және Бобқа жаңа киім сатып алу үшін өзімен бірге алып кетуге көмектесуді шешеді. Дорис қаланы аралап жүріп, түсірілім тобымен сөйлесіп, Колумбияға оралып, балалар үйін ашу туралы арманы туралы айтады. Дегенмен, оның әлі қаражаты жеткіліксіз және қарттар үйінде тазалаушы болып жұмыс істеумен қатар, ол Бобқа қамқорлық жасайды. Қосымша табыс табу үшін үй серуен жалғасуда және Дорис мүмкіндікті пайдаланып, Бобқа бірнеше кеңестер береді. Соның ішінде өз сөзімен тым ашық болмау, әйтпесе ол маусымды қорқытуы мүмкін. Дүкенге келгеннен кейін Дорис Бобқа кездесуге киім таңдауға көмектеседі. Бірақ екеуінде Терезаның шұғыл қоңырауы тоқтатады. Боб бүгін оның демалыс күні екенін түсіндіреді. Бірақ оның бастығы оған бұл ұлттық қауіпсіздік мәселесі екенін және оған тезірек қажет екенін айтады. Дорис Бобтың жоқ деп айтуын талап етеді. Әйтпесе ол кездесуді өткізіп жібереді. Бірақ ол мұны істей алмайды және қорғаныс министрлігіне жүгіреді. Ол жерде ол шұғыл миссия деп аталатын миссияның ақш сенаторы Джексонмен маркетингтік науқан жүргізу екенін біледі. Ел бірінші супер қаһарманның американдық емес екенін ешқашан мойындамады және ұзақ уақыт бойы супер Боб сатып алу туралы ұсыныстар жасауға тырысты. Келіссөздер ешқашан аяқталған жоқ. Бірақ қазір олар супер Бобтың сенатормен қол алысып тұрған суреттерінің орнына серіктестік ұсынды. Баспасөз кездесуінің ортасында Бобқа маусым айынан қоңырау шалып, олардың кездесу күнін сұрайды. Жұмысына байланысты ол кездесуді кейінге қалдыруға мәжбүр болады. Бірақ Боб Дористің сөзін есіне алады және әрқашан және бәріне келіскені үшін өзін кінәлайды. Осы дилемманың ортасында супер қаһарман күтпеген шешім қабылдап, кездесуге бару керек екенін айтып, кездесуден шығып кетеді. Көп ұзамай ол маусыммен кездесуге келіскен мейрамханаға келеді. Бірақ бірнеше минуттан кейін ол ешқашан келмеді. Одан да сорақысы, қатты қуанған Дорис келіп, Бобтан онымен бірге қарттар үйіне баруын өтінеді. Себебі анасы құлап қалған. Екеуі қарттар үйіне асығады. Бақытымызға орай, Пет жақсы және ол апат туралы ештеңе есінде жоқ. Бобтың анасы жақында есте сақтау қабілетінен айырылды және ұлын қайта көргеннен кейін Пет оның хал жағдайын және қашан қыз табатынын сұрайды. Бұл сұрақ Бобты ыңғайсыз сезінеді және ол не айтарын білмейді. Әсіресе анасы оны ересек, бірақ ешқашан үйленбегені үшін ұрысып жатқандықтан. Даудың ортасында Боб анасының көңілінен шығу үшін өтірік айтады және оның Дористен басқа қызы жоқ екенін айтады. Пет мұны естігеніне қуанышты, ал тазалаушы әйел дәлізден өтіп бара жатқанда, ол жаңа үйленген жұпты құттықтайды. Бұл сәтті бұзбау үшін Дорис Бобты жеке әңгімеге тартып, оған осы болжамды қарым-қатынас туралы сұрақ қояды. Боб мұны аңғалдықпен айтқанын айтады және анасы есте сақтау қабілетін жоғалтқанша және бұл туралы ұмытқанша одан әрі әрекет етуін сұрайды. Дорис келіседі. Ал кейінірек екеуі қарттар үйіндегі кеште ерлі зайыптылар болып көрінеді. Онда мекемеде тұратын ерлі зайыптылар тағы бір мерейтойын бірге тойлайды. Бепке сабақ беру үшін Дорис оны ерлі зайыптылардың туған күн қызының құрметіне барлығына сөз сөйлеуге мәжбүр етеді. Күткендей, Боб не айтарын білмей,
мекеме тұрғындарының соңына қарай қалай жақындап келе жатқаны туралы айта бастайды. Ол не істегенін түсінгенде, ол түзетуге тырысады және ерлі-зайыптылардың көптеген адамдар қалаған нәрсеге қалай қол жеткізгені туралы әңгімелейді. Бірақ әрқашан бір нәрсеге қол жеткізе алмайды. Ол бұл екеуін ұзақ өмір сүргендері үшін құттықтайды. Содан кейін Боб кетіп қалады. Аудиторияны оның сөзінен туындаған эмоциялар мен ұяттардың араласуымен қалдырады. Осыдан кейін би билейтін уақыт келді. Ал Боб Дористі билеуге шақырады. Өйткені ол көрермендер алдында, оның анасы алдында шеруді жалғастыру керек. Әнді орындау кезінде ол Дористің бұрынғы жігіттерінің бірі және қарттар үйінің қызметкері Хавьердің не болып жатқанын бақылап отырғанын байқайды. Оның бетінде қабағы түйілген жоқ. Шамасы, Дорис екеуі қайта жиналып жатқан сияқты. Бірақ ол Бобқа бұл туралы алаңдамауды және билеуді жалғастыруды айтады. Олар жақындаған сайын Бобтың Дориске деген басқа сезімдері пайда бола бастайды және оның жанында өзін жайлы сезіне бастайды. Бір сәтке Боб ауада билеп жатқанда Дористі өзімен бірге көтеріле бастайды. Осы кезде олардың арасындағы достық, қарым-қатынас одан да көп нәрсеге айналады. Бірақ кенеттен Бобтың ұялы телефонына қоңырау шалу арқылы би үзілді. Екінші жағынан, ол Джунның дауысын естиді. Ол кездесуге кешігіп келгенін және мейрамханада Бобты көрмегенін айтты. Жағдайды түсіндіргеннен кейін, екеуі кездесуді сол күні түстен кейін Бобтың үйінде өткізеді. Және ол олардың мейрамханада кездескеніне қуанышты болса да, ол әлі күнге дейін маусым мен Дориске деген сезіміне сенімді емес. Ол кешке қайтып келе жатқанда, үстел басында отырған Дориске сүрінеді. Ол бір нәрсеге алаңдап отырғаны анық. Ол маусымның қоңырауын жақсы қабылдамаған сияқты және оның достарының бірі үстелге отырып, олардың хал жағдайын сұрамайынша Бобқа үнсіз қалды. Олар кездесті. Боб Дористің оны қалай шақырғаны туралы әңгіме ойлап табуға тырысады. Өйткені ол әйгілі суперқаһарман. Алайда ол бәрін жоққа шығарады. Өйткені ол бір көргеннен ғашық болғаннан кейін бірінші қадамды Боб жасағанын айтады. Осыншама ыңғайсыз жағдайдан кейін екеуі кештен бірге шығып, жолда келе жатып, Боб қала орталығына қарай бет алған жедел жәрдем көлігін көреді. Есту қабілетінің арқасында ол полиция радиосынан бірнеше адамның жарақат алуына себеп болған оқиға туралы хабарды естиді. Боб қызметтік міндетін атқармаса да, ол қоңырауды елемей қала алмайды. Сондықтан ол адамдарға көмектесу үшін ұшып кетеді. Осы уақытта Тереза мен сенатор Джексон телеарналардың бірінде Супер Боб туралы әңгімелесу үшін тікелей сұхбатқа шақырылды. Тереза жағдайды бақылауда ұстауға тырысады. Бірақ сенатор Джексон Ұлыбритания үкіметін кейіпкерге билігі жоқ деп айыптайды. Ол Супер Бобтың тіпті оның қолын қыспағанын алға тартып, мұны халықтар арасындағы дұшпандықтың белгісі деп санайды. Дау шоу бойы жалғасуда, жүргізуші сұхбатты үзіп, Лондонның орталығында ауыр апат болғанын хабарлады. Оның түсірілім тобы оқиға орнында және көп ұзамай Супер Боб костюмін киіп, не болғанын сұрайды. Болып жатқанның бәрі тікелей эфирде көрсетіліп жатқандықтан, жүргізуші кейіпкердің ол жерде не істеп жатқанын сұрайды. Өйткені ол бүгін демалыс күні. Сенатор Джексон осы мүмкіндікті пайдаланып, үкімет тіпті кейіпкерінің демалыс күндерін құрметтемейтінін және оған қамқорлық жасауға мүлдем қабілетсіз екенін айтты. Бұл жағдайдың бәрі Терезаны одан сайын қобалжытады және ол Супер Бобты табу үшін студиядан шығып кетеді. Бірнеше минуттан кейін кейіпкер көліктен денесі темір тордан зақымдалған егде жастағы әйелді тапқанша, басқа апат құрбандарына көмектесуді жалғастырады. Өрт сөндірушілер оның өмір сүруіне көп уақыт қалмағанын және Бобтың қолынан ештеңе келмесе де, оны жалғыз қалдырмайтынын ескертеді. Алайда, ол көлікке отырғалы жатқанда, Тереза келіп, оған кетуге тыйым салынғандықтан кетуін айтады. Мен оның бос уақытында жұмыс істеймін. Супер Боб басқаларға қажет кезде әрекет ету керек екенін айтады. Бірақ оның бастығы үкіметтің беделі бар екенін айтады. Егер Боб тікелей бұйрықтарға бағынбауды жалғастыра берсе, Англия суперқаһарманға бақылауды жоғалтады және оны басқа елге ауыстыруға болады. Тіпті тәуекелді біле тұра, Боб жолаушының қасына отыруды шешеді. Ол өмірінің соңғы сәттерінде кейіпкерден оның қолын алуын сұрайды. Супер Боб мойын сұнып, ол бұдан былай ұстай алмай, оның жанында өлгенше бетін оның қолына тигізуге мүмкіндік береді. Ақыры Боб бұйрықты орындап, үйіне қайтады. Алайда жәбірленушінің бетіндегі қаны оны абыржытады. Көп ұзамай Бобқа тазалауды аяқтауға келген Дорис келеді және оған суперқаһарман костюмін шешуге көмектеседі. Ол оған Хавьердің қатысуымен болған қарттар үйіндегі тағы бір оқиға туралы айтып береді. Бірақ кейіпкер оның сөзіне әрең назар. Ол апат туралы айтып, метеорит соққан күннен бастап, оның өмірі оңай болмағанын мойындайды. Дорис Бобтың өзін жақсы сезінбейтінін түсініп, жұбаныш белгісі ретінде оның қолынан ұстайды. Алайда, Барри бөлмеге кіріп, сәтті бұзады. Тек кейіпкерге өзінің керемет күшін пайдаланып, чипсы салынған дорбаны ашуды бұйырады. Содан кейін біреу есікті қағады. Ал Боб болған оқиғаны есіне алады. Ол маусымға белгілеген күн. Дорис тағы да ренжіді, бірақ ол мұны жасырып, Бобқа есікті ашуға бара жатқанда, өзін ретке келтіруді бұйырды. Ақырында, Дорис таңдаған киімін киген Боб пайда болады. Ал Джун Дористің көзінше суперқаһарманды сүюден тартынбайды. Бұл тазалаушыға жағымсыз болғаны сонша, ол кетуге асығып бара жатқанда, ақыры есікті тарс жауып тастайды. Боб Дористің жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Бірақ ол жай ғана оған кездесуде көңіл көтеруді айтып, қарттар үйіне барады. Олар бірге болған кезде Джун бұл күннен ләззат алғысы келетін сияқты. Бірақ романтикалық сәтке дейін
Боб оларға бірімен танысуға біраз уақыт бөлуді ұсынады. Басқалары жақсырақ. Ол алдымен оны бөлмесіне апарып, оның құрметіне жасаған туындысын көрсетеді. Джонның ішінен өте қатты иіс шығады. Ал Боб қорапты көтергенде, оның жапырақтардан тұрғызған үйін көреді. Боб маусымның кітапханада жапырақтар үйі деп аталатын бір кітапты бірнеше рет оқығанын көргенін және оның дәл көшірмесін жасауды шешкенін түсіндіреді. Алайда, жағымсыз иістен басқа, Джон өзінің сүйікті кітабының шын мәнінде әріптер үйі деп аталатынын айтады. Боб өзінің барлық жұмысының бекер болғанын түсінгенде ашуланады, бірақ ол кешкі ас әзірлеу арқылы түзетуге уәде береді. Тамақ дайын болғаннан кейін, екеуі үстелге жайғасып, кездейсоқ тақырыптарда сөйлесе бастайды. Ал маусым айы тамаққа деген обсессивті таңданысын көрсетеді. Супер қаһарман. Алайда, Боб қызбен тіл табыса алмайтын сияқты, және олардың ол күткеннен де аз ортақ тұстары бар екенін түсінеді. Әңгіме жалғасуды және Джон кездесуді бір қадам алға жылжытқысы келеді. Бірақ Боб одан сусын ішуге түскенше диванда біраз күтуін сұрайды. Ас үйге келгенде, ол Дористің Бобқа үй күтімі бойынша әдеттегі кеңестері жазылған жазбаны тауып алады. Оны оқып отырып, супер қаһарман ақыры Дористі басынан бастап әрқашан жақсы көретінін және оның өмір бойы армандаған серіктесі екенін түсінеді. Енді ол шынымен кіммен бірге болғысы келетінін білгеннен кейін, Боб қонақ бөлмеге оралып, Джонның жағдайын түсіндіреді. Олар үшін кездесуді аяқтаған дұрыс болар еді деп. Алайда, жас келіншек дәл қазір кете алмайтынын айтады. Өйткені ол әлі де Терезаға тапсырманы орындауы керек. Боб оның не туралы айтып жатқанын білмейді. Бірақ көп ұзамай қорғаныс министрлігінің агенті келіп, Батырдың базаға оралу керек екенін айтады. Абдырап қалса да, Боб бұл талапты орындайды және сол жерде болғаннан кейін Тереза бұл мәселені сенатор Джексонмен шешу керек екенін айтады. Ол сондай-ақ маусымның Бобтың ықыласына ие болу және оның баспасөз алдында тамаша серіктесі болу үшін жіберілген американдық агент екенін айтады. Боб үнсіз қалды, бірақ Тереза оған пішінін өзгертуді және әмбебап түстермен жаңа киім киюді бұйырған кезде жағдай нашарлай түседі. Содан кейін супер қаһарман түрлі түсті киім киюге мәжбүр болады және бәрі аяқталғаннан кейін оны мектепке апарады. Біз дипломатиялық кездесу өткізіп жатырмыз. Оған әлемнің түкпір-түкпірінен сенаторлар қатысады. Ал Тереза супер Бобқа олардың барлығымен қол алысуды бұйырады. Кейіпкер әлі не болып жатқанын түсінбейді және түсініктеме беруді талап етеді. Бірақ Тереза әдептілікті сақтауға тырысады және оған камералар алдында күлімсіреуін айтады. Боб шыдамын жоғалтады. Сондықтан Тереза бұл жай ғана кездесу емес, дүниежүзілік қару-жарақ конвенциясы екенін айтады. Бұл қару-жарақ Бобтың өзі. Ол өзінің қабілетіне ие болғаннан бері барлық елдер қызығушылық танытып келеді. Оны біріккен корольдіктің бақылауында ұстау үшін Тереза Батырдың адал, мойынсұнғыш және қажет болған жағдайда басқа халықтармен ынтымақтасуға дайын екенін дәлелдеу керек. Америка құрама штаттары ең мүдделі тарап болып табылады және оны алып кетуіне жол бермеу үшін Боб сенатор Джексонды тауып, оның иығынан, қолынан шайқауы керек. Дегенмен, супер қаһарман өз өмірін бақылауды жоғалтудан шаршағанын және Дориспен бірге болу үшін кеткісі келетінін айтады. Алайда Тереза оған бұл іске араласпауды ескертеді. Өйткені колумбиялық қыз баспасөзге ұнамайды. Ақыры сенатор Джексонмен қол алысу сәті келді және бүкіл журналистер тобы сахнаға шықты. Фонда ақш-тың үлкен туын желбіретумен қатар, Боб американдық қалпақ киіп, камераға күлімсіреуге мәжбүр. Содан кейін сенатор кейіпкерді қарсы алып, оның ақш үкіметімен одақтасу арқылы байып кетуге тамаша мүмкіндігі болатынын айтады. Сонымен қатар, Терезаның өтініші бойынша ол Дористі елден депортациялауға қол жеткізді және ол келесі рейспен Колумбияға оралады. Мұны естіген супер Боб ашуланады. Өйткені оның мақсаты ешқашан адамдарға көмектесу емес, керісінше ұлы ұлттардың ұсақ мүдделеріне қызмет ету екенін түсінеді. Соған қарамастан, ол бұйрықты орындайды және сенатормен қол алысады. Бірақ оның ашуы бақылаудан шығып, айналасындағылардың бәрін, сол адамның саусақтарын сындыра бастайды. Тереза жағдайды бақылауға алуға тырысады және кейіпкерге оның бұйрықтарын орындауды бұйырады. Бірақ Боб әлі демалыс күні бар екенін айтып бас тартады. Содан кейін ол төбені бар жылдамдықпен бұзады. Ал сенатордың күзетшілері қаруларын Батырға бағыттайды. Бірақ супер Боб аспанға жоғалып кетеді. Осы соңғы оқиғаға байланысты ақш үкіметі мен Ұлыбритания арасындағы шиеленіс күшейіп, оқиға бүкіл әлем бойынша тақырыптарға айналды. Тереза бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен бетпе-бет келеді. Бірақ ол оларды жағдайдың бақылауда екеніне сендіреді және билікке супер Бобпен күресуді бұйырады. Қауіпсіздік камераларының арқасында олар Бобтың әуежайға келгенін көреді. Онда ол кеңсе қызметкерінен Колумбияға келесі рейсі туралы сұрайды. Алайда ол бұл елге тұрақты рейстер жоқ екенін және мұның бәрі Тереза орнатқан кезекті жалғандық екенін біледі. Осыған қарамастан, Боб Дористің қай жерде екенін жақсы біледі және аспаннан қарттар үйіне бар жылдамдықпен ұшады. Ол жерге жеткенде Дористің жаңалықтарды көріп отырғанын көреді. Ал ол оны көргенде не болғанын сұрайды. Боб ақыры жігерленіп, ол үшін қайтып келгенін айтады. Өйткені ол өте маңызды бірдеңе айтқысы келеді. Алайда ол мұны істей алмай тұрып, Хавьер келіп, Дорис екеуі қайтадан бірге болғанын және енді оған ұсыныс жасауды жоспарлап отырғанын айтады. Мұны естіген Боб өзін қорқынышты сезінеді және оның барлық күш-жігері бекер болғанына сеніп,
қайғысын жасыра алмайды. Содан кейін ол жас жұбайларға бар жақсылықты тілейді, бірақ Дорис Бобтан оған айтудың өзі үшін не маңызды екенін айтып беруін сұрайды. Содан кейін супер қаһарман оның Колумбия университетіне қайта оралу арманы туралы әрқашан білетінін және онымен бірге саяхаттай алатын болса, оған көмектесуге дайын бастап, әрқашан жақсы көретінін, бірақ оның қабілеттеріне қарамастан, оның алғашқы қадамды жасауға батылы жетпегенін айтады. Алайда, Дористің арқасында ол қорқынышын жеңіп, онымен жаңа өмір құру үшін қорғаныс министрлігінен кетуге ниетті. Дорис бұл сөздерді естігенде таң қалады, және Хавьердің өкінішіне орай, ол Бобтың сезіміне сүйіспеншілікпен жауап береді. Ер адам не болып жатқанын бақылап отыруға мәжбүр болады. Тіпті оларды ажыратуға тырысады, бірақ бұл пайдасыз. Ал Боб оның қолын қысып, оны оңай құлатады. Алайда ол көп ұзамай шамадан тыс әрекет еткені үшін кешірім сұрап, Дористі Колумбия университетіне бірге кетуге шақырады. Кенет екеуі де сырттағы көпшіліктің дауысын естиді. Билік пен бақ супер Бобтың орнын анықтады. Тереза және оның командасы бұл жерге шабуыл жасамақшы болды. Бірақ таң қалдырғаны, Пекхем тұрғындары олардың жолын жауып тастады. Олардың барлығы супер Бобқа көмектесуге келеді. Бірақ одан да жаман жағдай болмай тұрып, кейіпкер араласып, жағдайды бір жола шешуге бел буады. Сонымен Дориспен қол ұстасып, Боб алдыңғы есіктен шығып, барлығын тыныштандыруды сұрайды. Өйткені оның барлығына арналған хабарландыруы бар. Оны өзіңіз жасаңыз. Алайда, импульске бой алдырған күзетшілердің бірі триггерді тартып, Бобты атып тастайды. Супер қаһарман ер адамға сабыр етуін айтады. Өйткені оның денесі оққа төзімді және ол бейкүнә өтіп бара жатқан адамды қағып кетуі мүмкін. Қазір жағдай бақылауда болғандықтан, Боб қорғаныс министрлігінен кететінін және Дориспен бірге кететінін хабарлайды. Ол бұдан былай жұмыс істемейді. Үкімет үшін, бірақ оның орнына штаттан тыс қаһарман сияқты өз бетінше әрекет етеді. Сондықтан, күнді құтқаратын біреуді қажет ететін кез келген адам, кім болса да, бізбен байланыса алады. Оның айналасындағы адамдар мұны қалай істейтіндерін сұрайды. Ал Боб оларға байланыс нөмірін береді. Алайда, бірнеше секундтан кейін біреу қоңырау шалып, супер қаһарман туралы сұрайды. Оған пиццаны үйіне жеткізуге көмектес. Боб тек төтенше жағдайларға жауап беретінін анық айтып, ақыры Пекхем ауданымен қоштасады. Соңғы шарасыз әрекетте Тереза пайда болып, супер қаһарманнан шешімін қайта қарауды сұрайды. Бірақ Боб бұл шешімді әлдеқашан қабылдап қойған және Дористі құшақтап алған соң, оны сүйіп ұшып кетеді. Аспанға шық. Біраз уақыттан кейін Джонның экипажы әйелі Дориспен бақытты өмір сүріп жатқан супер қаһарманды іздеп үлгерді. Дегенмен, әлем оның көмегіне мұқтаж болған сайын, супер Боб күнді құтқару үшін бүкіл әлем бойынша саяхат жасайды. Қазір еркін адам ретінде. Содан кейін Джон деректі фильмді адамдардың пікірлерін көрсетумен аяқтайды.